Әмин деп қалқам қолымды жай, 18 мың қаламды жаратушы бір құдай. Шыққан күндей нұрланып, туған айда жарқырап, дәрежелерім жүрсін күн сайын, аспандағы жұлдыздай. Жаман болмай жақсы болайық, көлде жүрген құндыздай. Ер жәнібекте ерікті болайық, жирен шешеде шешен болайық, мөңкө бидей көсен болайық. Неше пәле келсе де, әр уақытта есен аман болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ұлдарымыз ұлықты, қыздарымыз қылықты болсын. Және де ел сүйсінер данышпан, изгі, салих, тақуа құлдардан болын баршамызға нәсіп етсін. Алла тағала елімізде береке бірлікті арттыра берсін. Әмин. Алла. Ағайын ардақтайық тілімізді, және де ұмытпайық дінімізді. Жаңа Тілек ауылының жігіттері бастама қоштап жатыр бүгінізгі. Осылай бар қазақтың жігіттері көтерейік бірімізбен бірімізді. Санамыз басқалардан тұнық беді, ал талашым қашанда ұлық деді. Орыс депутаттары сөйлегенде бәрі бұлай боларын біліп беді. Солтүстіктің жігіттері осал емес, әрбірі алталаштың үміттері. Бар қазаққа дұғай сәлем жолдап жатыр Жаңа Тілек ауылының жігіттері. Тағы да көсілейін шырайлана, шабытымда шауып тұр мың айнала. Орыс депутаттары сөйлегенде шабамыз деп біліп бет бұлайдара. Федоров пен Никоновқа айтатыным қазақ жерінің иесі Құдай ғана. Жет атамның сүйегі жатқан жерді сасыған аузыңмен ылайлама. Қастерлі алашымның қорғаймын барасылы, намысын қолдан бермес қазақтың баласы. Қастерлі алашымның қорғаймын барасылы, намысын қолдан бермес қазақтың баласы. Елімізді, жерімізді сонау сақтардан, ғұндардан келе жатқан, тұрандықтардан келе жатқан қазақ елінің жер екенін басқа елдер білу керек. Бұл еліміз атадан бала қалған мұра. Сол себептен бұл елдің иесі біздерміз, қазақтармыз. Сол себептен солтүстік Қазақстан бұл орыстың жері емес, бұл қазақтың жері. Және де осы бүгінгі осы шеруді, осы туды біз Есмырза елі Жалмырза атамыздың елінде табыстаймыз. Қорғаймын барасы